Бүгінде байтақ еліміздің ғана емес, әлемнің назарын аударып отырған қазыналы өлке сарайшықтың гүлденуіне ел тізгінін ұстаған азаматтардың еңбегі зор болды. Соның сапында Алтын Ордалық сарайшықтағы қорғау, насихаттау, осында музей ісін дамыту, қайта қалпына келтіру жұмыстарымен іргелі ғылыми зерттеулерді жүргізуге кешенді түрде Атырау облысының әкімі Серік Жамбылұлы Шәпкеновтың жетекшілігімен жүзеге асырыла бастады. Атап айтсақ, сарайшық сапар орталығы пайдалануға беріліп, сапар орталығына ортағасырлық сарайшық ескерткіштеріне дейін асфальт жол тартылып, автокөлік тұратын орындар салынды. Ескерткіштердің басы қоршалып, ортағасырлық сарайшықтың қорғау аумағы бекітілді. 2024 жылғы табиғи апат кезінде сарайшықты судан қорғау мақсатында шаралар қамтамасыз етілді. Атырау қаласында сарайшық және Еуразияның ортағасырлық әлемі атты республикалық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Ескерткіш басында ортағасырлық қақпа, қоғамдық ғимарат, ортағасырлық тұрғын үй, өндіріс орны қалпына келтірілді. Атырау облысы мен Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігінің 2023-2024 жылға арналған сарайшықты дамыту жоспары іс жүзіне асырыла бастады.